Мен аққа жақ болмасам, қараға қарсы болмасам, күреспесем, ауырдың астымен жүрсем, жеңілдің үстімен жүрсем, Назарбай Тоқайға сіз кереметсіз десем, мына жақтан жұмыстан айырылып қалмасам, қатын бала шағамды бақсам, ашамайды жуып, сосын 5 уақыт тоңқаңдасам, болды, жаратушы мені жақсы көреді деп ойлайды. Жаратушы ақымақ па сонда? Сенің ана жүрегіңді жаратушы білмей тұр ма сонда? Онда мына дүниені неге жаратты? Мына дүниені сынаққа жаратты. Сынаққа жаратты. Ал біздің қазіргі дін тонын жамылған мынау аталмыш ұстаздар, олар анығында мына зұлым биліктің итаяғынан жуынды ішіп отыр. Солардың арқасында 100 мәрте қажылыққа барып жатыр. Солардың арқасында 4-тен тоқал алып жатыр. Солардың арқасында беттері майласып ішсе, алдында ішпесе артында тұр. Үріп ішіп шайқап төгіп отыр. Солардың арқасында 4-тен 5-тен тоқал алып, Мекке, Мединеден, Дубай, Стамбулдан коттедждер сатып алып, мына дүниенің қызығын көріп жатыр. Сосын олар да ойлайды, мен айтты, мұхтарам жамағат деп дәрет алуды, ашамай жууды үйретсем, намаз оқуды үйретсем, болды, ана жақта жәннат маған дайын тұр. Тақай ұрлай ма, Назарбай өлтіре ма, Тақай қазақты қынадай қыра ма, қызын жезөкше қыла ма, жатырын Қытайға жалдай ма, харам етілген өсімді бере ме, зина бүкіл Қазақстанды етек ала ма, бүкіл Қазақстан бади массаж болып кете ма, бүкіл Қазақстан түсік тастай ма, жастар бұзыла ма, теріс жолға кете ма? Қақым жоқ, мен тек намаз оқы, мұхтарам жамағат намаз оқы. Ана яқта 72 қор қызы бар. Ай, қор қыздары сұлуғай, сұлуғай, бай, анарлары деген мынандай, сантиметр мынандай. Ол қор қыздары сен жұма базарға барып қайтып келсең, сен танымастай сұлу болып кетеді екен. Ой, бай, ай. Бай, бай, ай. Ана яқ яқшы, ана яқ яқшы. Мына дүниені тәркі қыл дейді де, көрдің ба? Бірақ, мына қоғамды жайлаған зұлымдықтар туралы ештеңе айтпайды. Кредит харам, мынандай зұлым кредитке ұрынба демейді. Бүкіл қоғам зұлымдыққа бет алды айтпайды. Қазақты қынадай қырып жатыр айтпайды. Мына азаматтарды нақақ соттап жатыр айтпайды. Әділет үшін, шындық үшін күрес демейді. Дінде ақиқат үшін күрескен батырларды айтады. Оны біздің молдекеңдер айтпайды. Біздің молдекеңдер дәрет алу, ашамай, тоқал, қажылық және қор қыздары болды. Ақиқат үшін жанын берген адамдарды оны айтпайды. Неге? Өздері ақиқат үшін жанын бере алмайды. Өздері мына дүниенің құлдары. Бірақ олар нені айтады? Андай қылсаң яман болады, дейді де. Мандай қылсаң яман болады, дейді де. Мәне. Олардың айтатыны сол. Сұлу қызға қарап қойсаң, яман болады, егер ол сенің қатының болмаса да,